сол алла сақтап қалды. 180 келіп 9 рет аударып. Машина 9 рет аударылды, иә. Енді тренер болған жақсы ма саған, әлде футболист болған жақсы ма? Инвалидсіз боласың, отырасың коляскада. Ал өмірің керек емес, денсаулығың керек емес десең, онда ойнай бер. Жалпы осы қайықтан үйрендің, қайықта сабақ алдың. Енді арнайы бір сертификат керек шығар сендерге. Не танымал едім ғой. Таниды Қайсар мені ше. Иә. Садық Мұстафаев, директор. Оның бағасы 11 миллион ойлашы. Оқымайсың ғой. 11 миллион кім оқиды? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қызылорда Ньюс ақпараттық агенттігі Спорт 11 бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Қайсар футбол клубының U2010 жылғы жасөспірімдердің жаттықтырушысы Мейіржан Абишбеков. Қош келдің. Қош көрдік. Жағдай жақсы. Керемет, шүкір. Осы кезде неден келіп тұрсың? Жаттығудан келіп тұрсың ба? Жүрс, ертең жарыстың нелерімен. Сметаларын дайындап отырмын ғой. Ертең Алматыға жарысқа жол жүресіңдер. Алматыға жарысқа жүремін. 8 күн болады. 6 күн болады, 2 күн жолмен кетеді. Енді олай болса, бастайық. Алғашқы сұрақтан бастағым келіп тұр. Жалпы осы тренерлік жолға қалай келдің? Тренерлік жолға мен 11-ші класстан кейін неге түстім? Алматы Академия спорт туризм универіне. Сояқта оқыдым 4 жыл. 3-ші курста көзге түстік футболдан ойнап өздері қарайды ғой енді. Сояқта уже МФЛ басталып кеткен уже турнирлер. Сырттан адамдар келеді, шақырады. Сол кезде уже 3-ші курста шақырды. Неге тренерге, помощник ше. Сабақ оқи бер, бірақ обедте келесің помощник ше. Көмектесесің. 80 мың теңге айлық беріп отырамын деді. Сол кезде стипендия 60 мың теңге. Нормально. 80 мың теңге, 60 мың теңге, уже 140 мың теңге қалтада. Теңге уже. Это студент үшін Алматыда. Ғой. Иә. Уже 2021 ма уже 2022-де уже 3-ші курста. Нормально. Сол кезде уже бастадым. Жаймен қарап, жан-жақтан. Қалай жұмыс істеуге болады? Нелерді ақтарасың уже. Bir кіргеннен кейін, басыңды сұққаннан кейін уже YouTube ақтарасың, TikTok. Бәрін қарап шығасың ғой. Instagram бар. Соның бәрін қарап уже жаймен. Бірақ қатты көңіл бөлген жоқпын ше. Сабақ бар өйткені мен жоқ сабақ емес. Сабақ оңай ғой, оқисың. Табыс бар десең. Өзім ойнаймын ғой. Қызылордаға шақырады, ояқта ойнаймын. Уже тренер емес, мен ойыншы болғым келді. Карьера қуып кеттім ше, өзі болды. Өзі сияқты МФЛ-ге команда шақырды, таймас, сөйтіп. Каждый ойынға теңгесіне. Каждый ойынға қанша алып өттің? 10 мыңнан алдым. Так, 140 мың, 150 мың теңге. Еще ойын аптасына бір рет болады. Аптасына 2 рет болады. Аптасына 2 рет, бір аптада 20 мыңнан болатын болса, 4 аптада 80 мың. 140 мыңға 80 мың қоссаң, 220 мың. Нормально, студент. Шұрттың ақшасын қатты есептеймін қанша мен. Енді дұрыс, жалпы осы тренерлік карьераң сен Алматыдан басталды. Ең бірінші жаңағы көмекші есебінде жүрдің. Одан кейін енді сен Қызылордаға келдің ғой. Қызылордаға келгеннен кейін Қайсарға қалай келдің? Енді жалпы енді Қызылорданың намысын қорғайтын болашақта бүлдіршіндерді жақсы футбол шығып дайындау, сенің де бір үлесің тию керек қой. Ол жерде үлкен жауапкершілік. Сол себептен де бұл Қайсарға қалай келдің? Жалпы осы тренерлікті жалпы осы қайықтан үйрендің, қайықта сабақ алдың. Енді арнайы бір сертификат керек шығар сендерге. Енді мен сол Алматыда жұмыс істеп жүрген кезде, өзім ойнап жүргеннен кейін, мынау Қайсарға неге шақыратын? Мен енді фристайл ретінде танымал едім ғой. Таниды Қайсар мені ше. Иә. Садық Мұстафаев, директор. Сол кісі шақыратын. Неге каждый марапаттауға, фристайл көрсетіп берші. Сол кезде 4-ші курсты мен бітірдім. Сол кезде Алматыда жұмыс істеп жүрген кезде ұсыныс тастады. Неге кел? Қайсарға кел? Фристайл жасап бер, сосын неге жұмысқа сөйлесеміз деді. Сосын айтты, осындай, ояқта қанша аласың деді.
ол кезде мен 4-ші курста бір жылдан кейін уже 120-ға көтеріп кетші айлығыңды. Иә. сосын мен ол жаққа айттым Қайсарға, мен 120 мың аламын дедім, ол айтты мен 150 мың беремін дедім. Сосын тағы жарты ставка қосып беремін деді ше. QG-лига администратор болып сөйтіп ауысып келдім 1,5 ставкамен. Сөйтіп 2013-ке тренер болып кірдім. Енді менде диплом болғаннан кейін енді главный тренер болып кірдім. Сен спорт туралы помощник өзі Тимур ағай еді. Тимур ағайда менің дәрежем қайда төмен ғой, мен ол кісіге кезінде қатысатын едім. Иә. Енді ол кісіден көп нәрсе үйрендім. Қазір енді бірақ енді документте сен главный тренер болғанмен документальный. Иә, бірақ та Тимур ағайдың қасында бір стажировка есебінде жүрдім. Көп нәрсені енді документальный бәрін мен үйретемін ғой. Ол кісі уже ойын жағын, тренировка жағын бәрін ол кісі жақсы ше. Ол кісілерде енді бізде тренерлерде уже категориямен есептейді ғой. Ең несі С, одан кейін Б, А, сосын про категория кетеді. Менде енді қазір С категория бар. С категория бар. С категория уже оқып алдың, уже айлықта көтеріледі ше. Б-ға қашан көтерілесің? С-ны оқыдың, бір жыл айналып келу керек, сосын барып оқиды екенсің. Жыл сайын бір рет оқисың болды. Бір круг айналып. Ол жерде жаңа сүрініп қалу дейтін нәрсе бар ма? Болады. 4 ай болады оқу. Бірінші 4 модуль болады ғой. Бірінші онлайн болды, екіншісі бардық. Үшінші онлайн болды, төртінші бардық. Уже 5-шінде сияқты уже не болды? 5-ші экзаменді. Не болды уже ше. Тексеріп отырады бәрін как іште. Жаққа уже барған кезде Ақтөбеде болды біздікі. Негізі Шымкентке ауыстырған ғой басында. Жақын деп. Кімдікі жақын, сияқты ауыстырады ше. Шымкенттен тұрды Ақтөбеге бізді ауыстырып жіберді. Сосын Ақтөбеде біз бірінші ай онлайн болды, екінші ай уже барып немен уже тапсырма береді ғой. Осылай оқып боламыз и бірден уже тапсырма береді, балаларды береді. Натурнорг жаса дейді. Көрсетесің. Жасатасың. С категорияда дейтін ол 11 жас, 12 жасқа дейін ғой. Сол кітап балдарға ғана жасатасың. Өйткені одан үлкендерге сен нең жетпейді. Дәрежең жетпейді ғой өйткені. Оларға уже бірыңғай не? 1-1, 1-1, сондай. Основной. Жыл сайын категорияң өскен сайын сен жасы үлкен дәрежең де көтеріледі. Жасы үлкен футболшыларға да жаттықтыра аласың. Түсінікті. Сонда сенде жаңағы про мастер дедің ба соңғысы? Про енді Қазақстанда көп адам, бір 2-3 адамда емес әргет. Ол кезде кәдімгідей бір клубты тренировать етуге болады. Иә. Басқа елде. Өйткені проны Қазақстанда оқытпайды ғой. Америкада оқытады. Оның бағасы 11 миллион, ойлашы. Оқымайсың ғой. 11 миллион кім оқиды? Енді тренерствоға қалай келгенін түсінікті. Енді қазіргі таңдағы біздің енді Қайсар футбол клубының жасөспірімдерін, 10 жастағы жасөспірімдерді қолға алып жатсың. Қазіргі таңдағы балдардың ойын жағынан жағдайы қалай? Менде енді 2016 кеше бір жылдың уақыты оқып бергенімше өзім айттым. Енді Тимур ағай өзің балдар кішкентай кезінен 2013 6 жасынан бері өсіріп келе жатыр өзім частный школасына ше. Мен де сөйтіп өзім көтерілейін дедім. Олар қалай түседі, мен де солай түсемін. Олар қалай көтеріледі, менің де дәрежем солай көтеріледі дедім. Сосын маған 2016-ларды ашып берді. Сол 2016-лармен қазір жасап жатырмын, 8 айдай болды жұмыс. Нәтиже бар ма? Нәтиже бар, шүкір. Енді олар қазір 8-9-дағы балдар ғой. Әлі несін білмейді. Айтқан нәрсені уже автоматически миына шығып кетеді ше. Ойынның кезінде оны айтып түсіндіріп отыруым керек. Сәл ми ашулау дейсің ғой. Ми ашу. Тамам ми ашу. Екінші класс ойлашы. Екінші класс өткен. Бір жағынан Қайсар болғаннан кейін жан жақтан келеді ше. Біреу нормально болады, біреу құтыршақ болады. Соның бәрін бірдей қылып ұстап отыруым керек қой. Енді балдарды іріктеу қалай сендерде? Арнайы бір іріктеу турлары бола ма? Әлі бірден мен балам топ деп алады. Командаға аласыздар ма дегеніңіз, ала бересіздер ма, қалай болады ол? Бізде отбор болады. Өзім бойынша бір возрастта 20-20-дан 2 группа болады. Бірінші 20 бала чисто жарысқа баратын, жақсы ойнайтындарды. Екінші группа просмотрда жүрген есебінде жүрді олар. Сондай болу керек негізі. Енді қазір менде 2016 кішкентай возраст қой. Мен енді жинап жатырмын.
қазір енді 40-қа жетіп қалды ше. 40-тан асып 50-ге барып жатса, мен отбор жасаймын. Өзі бөліп тастаймын 2 группаға. 25-25-тен болды. Жақсы ойнайтынды алып, жақсы шамалы икемі жоқ болып жатса, шамалы жүре береді просмотрда. Если анау бала ойнай алмай жатса, анаяқтан алып аласың дегендей. Сөйтіп отбор жасайды. Отбор енді өзің нелер бар. Вартаның коробкасынан 3 удар ашық варта жасайсың, удар. Оларда қазір 20 метр ма, сондай тебесің, короче. Аспанмен. Иә, көтеріп теуіп, сонымен түсіру керек. Сондай ағаш тұрады, соған удар жасайсың, қабылайсың. Соны санайсың, короче, 1 минут уақытында сондай өзің нелер бар. Нормативтер бар. Содан өтсе, набивание бар, оң аяқпен, сол аяқпен, 2 аяқпен. Бұларда енді әрекетте 20 шар. Енді 2013-те 60-60-тан еді. Оң аяқ 60, сол аяқ 60, 2 аяқпен 60 ше. Оларда уже отбор қатты емес ше. Өйткені бұлар чемпионат Қазақстан қатыспайды. Чемпионат Қазақстан ол 2013-тен қазір неше 13 жаста содан басталады ше. 12 жастан басталады чемпионат Қазақстан. Соған дейін дайындайсыздар ғой сіздер? Соған дейін біз дайындаймыз. Мынау енді жалпы айтып жатсың ғой, сендер қазіргі таңда 2016-лар жастары 8-9-да. Сен оларды нешеге дейін дайындайсың? Неше жасқа дейін дайындайсың сен оны? Сосын ары қарай оны кімге тапсырасың? Егер де мысалға менің балам қатысып жатыр дейік, 8-де 9-да дейік, одан кейін ойыны жақсы дейік, 12 жасқа толды, 10 жасқа толды. Сол кезде өзіңде жүре бере ма? Әлде жоғарғы дәрежедегі тренерге бересіңдер ма? Енді өзің дайындап, өзің қасында, енді балаң сияқты өседі ғой олар. 2-3 жылда уже балаңдай болады ғой. Олар уже бермейсің көбінесе. Өзім апарам, өзім чемпионатқа қатыстырам дегендей. Өйткені былайша енді ауыстырып жіберуі мүмкін. Категория енді жылысына келесі жыл бұл оқысам, мен үлкен возрастқа жіберуі мүмкін ше. Бізде аналар қалып қоюы мүмкін. Сондай нәрсе болмау үшін алып алғым келеді ше. Айтып ше, алдын ала ше, алдын. Егер де сен Б категориясын алып 16 жасқа дейін баратын болсаң, сен балаңның 16 жасқа дейін толғанын күтесің ғой. Әлде оларды дайындай бересің ба? Жоқ, чемпионатқа қатыстыра бересің ғой. Бұларда әлі 3 жыл бар. 3 жылда уже кім бар, кім жоқ білмейміз ше. Арасынан жақсы футболистер шығару керек. Енді 20-30-дан әрі кетсе 1-2 өтсе де ол біз үшін дәреже ғой. Қандай Қазақстан сборныйда ойнап жатса, мақтанып отырасың. Ертең ұмытпай айтып отырады ол сені. Вот. Кай. Жақсы. Мынау енді жалпы бағана өзің айтып жатсың, жалпы осы Қайсарға қалай келгенің өзі. Енді сен фристайл жақсы жасайсың. Доппен жонглирование дей ма? Иә, ондайды қайталап. Доппен өнер көрсету. Иә, доппен өнер көрсету. Қазақшасы аударғанда. Иә, енді біз енді біз енді фристайл деп үйреніп қалғанбыз ғой негізі. Ол қалай үйрендің оның барлығын? Енді мен 3-ші класста ауылға барып келсем, үй жақтағы көршілерім набивание жарысатын. Біреу 30 дейді, біреу 40 жасайды. Біздің үй жақта дворда андай болды. Бірыңғай жонглирование жарысамыз. Оң аяқ, сол аяқ. Футбол ойнамайсыңдар, тек қана. Футбол ойнамайды. Көбінесе бала ойнаймыз анда-сандай. Байша азанмен тұрып алып, сөйтіп жарысатынбыз. Қызық біз үшін ше. Сөйтіп басталды біздікі. Мен бағасында сөйтіп жасадым. Уже 7-ші класста мен рекорд қойдым, 710. Бәріне озып. 710 рет тептің ба допты? 7-ші класста 710 рет жасадым. Сосын бәрі қалды уже ше. Саған уже басқаша нәрсе керек болып тұр. Басқа уже шамалы нелер уже АТВ, сондай фристайлдың нелер бар. Базовый трюктер бар. Уже сондай нәрселер үйрендім. Сөйтіп жүрем. Астанадағы ол кезде ВК ғой. Сіздердің кездеріңіз білмейді. Біздің кезде ВК ғой. ВК-да, короче, не шығып қалды Астанада. Фристайл жасайтын бір-екі бала рекламасы шығып қалды. Жасап жатыр екен. Соны подписаться етіп жаздым осыны. Олар маған видео жіберді. Сөйтіп мен уже солардан көріп үйреніп, олар да бетімді қайтарған жоқ ше. Енді менен 2-3 жас үлкен болса, 4 жас үлкен, сондай болса да енді давай жаса, обратно видеоңды жібер көрейік деп па? Көрейік деп сөйтіп. Сол кезде мен шамалы АТВ, ХТВ жасай алатынмын ше. Жоқ, ол кезде мен уже тоқтаған жоқпын. Соңына дейін алдың? Уже мен
16 жасымда бір өзім Астанаға бардым. Автобуспен барып, солар үшін ше мамаға айтып, мама барайыншы, көрейінші соларды өмірімде бірінші рет көзбен көріп, олар уже кетіп қалған ғой. Бағаспен айналдырып, не болса соны істеп жатыр. Иә, мен қуанып жатырмын ғой, жаңағы күшті екен деп. Уже сол неден уже барғаннан уже маған мотивация болды ше. Уже алып Міндетті түрде үйренуім керек. Міндетті түрде үйрену керек деп. Сонымен 2022-де чемпионат Қазақстан болды. Сол кезде алдым. Не алдың? Чемпион Қазақстан бірінші орын. Қазақстанның фристайлдан чемпионсың. Фристайл чемпион Қазақстан алдым. Шүкір. Енді жалпы енді осы кезде андай нәрсе айтқым келіп тұр. Негізі бір 3-4 жыл бұрын қателеспесем үлкен аварияға ұшырадың. 2023-те августтың 19 таңында 5-те. Жаттап алыпсың ғой. Енді үлкен жол апатына ұшырадың. Бірақ та еш мойымай қайтадан осы футбол әлеміне оралдың. Қазіргі таңда әуесқойлар лигасында да анау Суперлигада доп тебесін. Қорқыныш бар ма енді? Қаншама жарақаттар болды. Жарақаттардан қалай айықтың? Не мотивация болды? Қайтып футболға келуге қорықпадың ба? Мен 2023-тің августтың 19-ы туған күніме келатырмын. Бір жағынан ойынға келатырмын ғой. Енді өзі қызым ғой, енді қазіргі әйелім. Сол үшін баратын негізі. Футбол емес, қыз үшін баратын. Апта сайын төлеп берсе болды проезд. Енді бір жағынан сол 18 августтың сол кезде қызыммен сөйлесіп пландаватырмын уже. Рестораны бәрін брондап уже. Бәрін брондап қойдым, как іште. Ойынға барам, ойыннан шыққаннан кейін жуынып алам, неге ресторан брондап. Ары қарай уже романтика. Ары қарай романтика. Азанда енді обедке дейін үйдегілермен боласың, үйдегілерден ары қарай амандасып кетіп қаласың ғой, ол да. Сөйтіп адамның дегені емес, Алланың дегені болды ғой. Сол Алла сақтап қалды. 180-мен кеп 9 рет аударып. Машина 9 рет аударылды, иә. Ішінде 2 адам қалып қойды. Бір адам ол реанимацияда, водитель реанимацияда кетіп қалды. Өйткені анау есім жиған кезде уже жан-жағым қарасам бәрі жатыр ғой. Полиция келіп тоқтады, барайын десем, тұрайын десем, короче, тұра алмаймын ше. Жамбас кетіп қалған, үйіп қалған ғой, андай істемей ше. Қорқыныш басталды уже. Полицияны шақырсам даусым жетпейді, өзіме ғана естіледі андай. Жақын іштей сөйлеп жатқан сияқтымын ше. Уже қорқыныш басталып кетті қатты. Уже калима айттым, сонымен болған шығар деп. Сосын полиция келді қасыма. Естідім ба білмеймін ғой енді. Мен қасыма келіп, сонымен тұрғызбады олар. Оларға болмайды екен ше. Скорыйды күту керек. Скорыйды күту керек екен ше, алдын ала не істемеу керек. Бір жерін құртып ала ма деген. Сөйтіп 20 минуттай скорый күттік, короче. Скорый келді, тұрғызды. Отырып бардым, бірақ білмейді ғой енді оларда. Сен де білмей отырсың. Қасымдағы адам оны бірден жатқызды. Оның халі менен қатты нашар болды. Мен өйткені есім бәрін жиып тұрдым ғой. Сөйтіп бардық. Отырып, сонымен ішке кіргізді, жатқызды, реанимация түсіріп, неге түсіріп еді? Рентгенге. Сен омыртқаң сынып кетіпті, короче, жұлынға тиіп кетсе, кетесің деді. Сонымен тұрды, бірден палатаға апарып мені. Өйткені мен жантақ аман алып қалды мен. Жантақ. Сол кезде ұстап қалған ғой, өйткені маған бәрі тікен. Ұшқан кезде машинадан қатты жылдамдықпен келіп ұшқан кезде жантаққа түскенсің ғой. Прямой ұшқанмын ғой. Айтуларынша енді өздері не істейді ғой, полицейлер. Зерттейді ғой. Зерттейді ғой бәрін осылай деп. Әйтпесе машина айдалада, мен айдалада жатырмын, ол келмейді ғой сәйкес. Сөйтіп аман қалдық. Енді жалпы одан кейін енді саған енді біраз уақытқа дейін футбол ойнауға болмайтын болды ғой, негізі. Сол кезде маған операция жасап болғаннан кейін сол кезде айтты маған, болды. Футбол доғар. Енді не істесең, инвалидность боласың, отырасың коляскада. Ал өмірің керек емес, денсаулығың керек емес десең, онда ойнай бер. Қорықпадың ба сол кезде сен? Қорыққан жоқ. Просто менде уайым тұру болды. Өйткені 4 ай жаттым бір палатада. Қозғалмай. 4 айда уже жүріп бас, ең бірінші еңбекте беремін ғой, жататын немде ше. Өмірімді қайта бастағандай дейсің. Өмірімді сәби кезімнен бастағандай болдым ғой. Бірақ мен тұрып алдым, әйтеуір коляскамен итеріп. Сол кезде уже тренер болғаннан кейін мен білетін жаттығуларды ше. Аяққа, өйткені омыртқа күш салмайтын жаттығулар жаса деді. Қазір енді өзің әуесқойлар лигасында ойнайсың. Иә.
біраз уақыттан бері жақта допты жүрсің. Мына енді тренер болған жақсы ма саған, әлде футболист болған жақсы ма? Маған енді қазір болды, мен таңдау жасадым ғой тренерге. Мен осы авария болған дегенге дейін Футбол деп келдім дейсің. карьера болып футболым сондай. Қазір уже тренер оқушылармен, осылармен мен үшін қызығырақ болды. Ал ол футбол уже мен үшін Екінші план. кер шығару болды сол үшін. Қызығымды басу үшін ше. Құмарымды басып. Мына енді алдағы уақыттағы план қандай енді? Жалпы қазіргі таңда енді тренерство жолын бастадың. Я кәдімгі қалай айтсақ болады, сертификатың бар, үлкен жолға қадам басып жатсың. Алдағы уақыттағы мақсаттарыңыз қандай? Алдағы уақытта мақсаттарымыз енді осы балдарды алдыға шамалы болсын қолдау білдіріп көтеріп, әйтеуір бәрі өтпесе де бір екеуі ертең Қайсардың сборныйында ойнаса да мен үшін дәреже ертең айтып жүрсе. Мақсат сол пока что. Мынау енді Мержан келгеніңе үлкен рахмет. Жақсы сұхбат болды. Көңіл түсіретін кездер де болды. Керемет күлдіртетін жерлер де болды. Мынау енді жалпы тренерство туралы толық мағлұмат білдік. Мынау енді 2010 жылғылар енді алдағы уақытта үлкен шәкірттерін жоғары деңгейден көріне берсін. Алдағы уақыттарға сәттілік тілеймін. Ең бастысы денсаулығыңды күт. Келгеніңе рахмет, уақыт бөлгендеріңе. Айтатын нәрсең болса, камераға айта берсең болады. Мама сәлем деген. Мама сәлем деп айтайын деп жатыр. Жақсы. Рахмет, құрметті көрермендерім. Бүгін бізде қонақта болған Қайсар футбол клубының жасөспірімдері, яғни Қайсар U2010 жасөспірімдердің жаттықтырушысы Мержан Абишбек. Рахмет.